Короче, менің қолымда 200 мың теңге тұр. Мынау, көріп тұрсыңдар ма? Көріп тұрсыңдар ма? Енді қазір осында қолдарындағы ойыншықты. Сәлем достар. Короче, мен қазір енді сабағымды жазып болдым да. Аяқта Айшат пен Аймара ойнап жатыр. Сол екеуіне мен пол и лава деген бар ғой, сол ойын. Мен соны ойнатқым кеп тұр. Қолдарында ойнап жатқан ойыншықпен сразу ары қарай жүргізіп, жерге түсірмей. Короче, пол и лаваның несін білесіңдер ғой, барлықтарың, достар, шартын. Дәл соны Айшат пен Аймараға қазір барып ойнатқызамын. Достар, біздің каналымызға тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Мен қазір Айшат пен Аймараға баратын боламын. Короче, кеттік. Айшат, Аймара, не отырсыңдар? Ойнап отыр. Не ойнап отырсыңдар? Қандай? Кішкентай бөпелер ма? Аймара не істеп жатыр? Ана өтпелдері не ғой ойыншықтар. Достар, короче ше, Айшат пен Аймара үйде ойнап отыр да, мен сабағымды жазып болдым. Енді екеуіңе бір тапсырма бергім кеп тұр, күшті. Қандай? Короче, сәлем достар да бар ғой. Пол и лава деген ойынды білесіңдер ма? Ойнақ. Давай соны ойнаймыз ба? Короче, бүйту керексіңдер ғой сендер. Ойыншықтар басамыз ба? Мен 10 мың теңге беремін сендерге, если ұтсаңдар. Қазір 10 мың теңгені әкелейін мен. Сөйтіп сендерге 10 мың теңге беремін. Бірақ сендер анау неден түспеулерің керек, түсіп кетпеулерің керек жерге қарай. Короче, қалай болады қазір көрсетеміз, түсіндіремін сендерге. Короче, менің қолымда 200 мың теңге тұр. Мынау, көріп тұрсыңдар ма? Енді қазір осында қолдарындағы ойыншықты былай қарай, короче, мына жерден, көріп тұрсыңдар ма? Мына жерден айналып, қайтадан осыраға келулерін керек. Жерді баспауларын керек, ана қолдарындағы бар затты лақтырасыңдар. Түсінікті ма? Мысалы үшінге қолыңда мысалы не бар? Аю бар ма? Анараға қоясыңдағы соның үстін бір аттап басып өтесің, білесің ғой, видеодан көріп жүрсіңдер, Давайте, бірінші сенің кезегің. Айшат, оны Аймара білмейді әлі, Аймара кішкентай. Егер ұтсаң, мына ақшаның ішінен қалағаныңды аласың, сосын қалаған киіміңді, или болмасам, қалаған затыңды алып беретін болам саған. Мақұл ма? Осы шартты орындасаң, бірақ тек қана. Тадам, мына жерде 200 мың теңге бар. Достар, осы жерде айтып өтейікші, достар. Біздің каналда ұтыстар ойнатылады. Біздің каналымызға тіркеліп, лайк басып, комментарий жазған адамдарға, достарына тарқатқан адамға 1000 теңге, 5000 теңге, 10 мың теңгеден ұтыстар бар. Сол үшін біздің каналымызды үнемі жібермей көріп, ана парақшамыздағы қоңыраушаны басып қойыңыздар, достар, Көрерменде бізді қатты көреді. Біз сіздерді жақсы көреміз, достар. Мына ақша сіздерге де бұйырып қалуы мүмкін. Короче, давайте. Достар, енді ойынды бастаймыз ба? Бастайық, давайте онда. Мына жерден бастайсың, мына жерден. И домалақ қып ана жерге баруың керек. Мақұл ма? Мен яқтан түсіріп тұрамын, давай. Ақшаны ортаға қойып қойдым қазір. Сосын 4 бұрыштылар тұр ғой кілемнің соның ішіне сен кіріп кетпеуің керек. Аймара, сен отыра тұр. Сөйтіп ана Аймараның қасына келесің. Мақұл ма, Аймара, сен отыр. Айшатты көреміз бірінші. Давайте, ал. Айшат бүкіл затын қолына алып атыр. Ақшаны ортаға қойып қойды, қалаған алады. Бастады. Үлкен құсай қазір. Ойыншығын жетпей қалса не істейсің? Артынан алуға болмайды ғой негізі. Мақұл, сен жасың кішкентай ғой. Бірақ саған айттым ғой, 4 бұрыштың ішіне кірмейміз деп, шығамыз. Мақұл, бір жолға кешірім берем, түсінбей қалдың. Шетінен бастап шық. Давайте, Аймараны отырғызып қойдық. Ал. Достар, шын болам екен, өтірік болам екен көріп отырамыз. Заттарың бәрі артыңда қалды ғой енді. Сен мақұл бір жолға кішкентай деп, заттарыңды ал деп жатыр. Ато сен аяғыңды үлкен қып ашамайсың ғой. Ойбай. Баспайсың енді. Ана бір затыңды қойып баса тұрып барып алып алмасаң, алып ал сөйтіп. Артқа қоя тұр. Сөйтіп енді алып ал. Бұл дені сол затыңмен ары қарай бара берсей. Бірақ енді қалғандарын ұмытып кетпе.
иә. Пока достар, Айшат әлі кішкентай ғой, Аймара одан да кішкентай. Қазір қалай өтетінін көреміз енді. Главное, жерді баспауың керек. Молодец. Қолында ұшақ заты қалды енді. Оны не лақтыр жерін? Енді не істейсің? Ал артқа қайтып алға тұрал. Достар, бұл жердегі шарт енді біз Айшатқа ең басы жерді баспау керек. Кілемнің үстін басып қоймау керек деп жатырмыз. Яқа қарай кетті. Дұрыс, төрт бұрышының ішіне кіріп атқан жоқ. Жоқ, ары қарай. Кішкене ары қарай жүрмедің ба? Қиналып кеттің ба? Біртіндеп жүріп келе жатыр. Дұрыс, дұрыс. Уже жетіп қалдың, я? Уже жетіп қалды. Айшат негізінде артындағы заттарын алмау керек тұғын, бірақ заты аз болғаннан кейін кешірім бердік. Ура! Айшат жеңді. Ал Айшат шартты орындады. Енді анан ішіне қалаған ақшаңды алып кел. Баса бер енді келіп. Аймараға да қалдыр бірақ. Ала ғой. Тез. Давайте енді Аймара, сенің кезегің, я? Ура, Айшат қалаған ақшасын алды. Енді қалғанын Аймара алады. Аймара ол үшін шартты орындау керек. Кел, Аймара, яқтан бастайсың. Әйме жан. Кел, яқа кел. Яқа кел. Давайте, Айшат кішкене көмектес, я, сен, я? Ой, ақшаңды ана жерге қойып қой. Ана жерге қойып қой тұр. Қалаған киімдеріңді, ойыншықтарыңды алып беремін, я? Давайте. Ал, енді битикта енді Аймара. Короче, Аймара ондайды өзі қоюды білмейді, әлі екіде қой, кішкентай бөпе. Қоя тұр, Аймара, бастама. Енді бетеміз. Айшат битіп заттарды қойып беріп жатыр да, көмегіміз болсын деп. Аймара, главный, осыдан жерге түсіп кетпеу керек. Аймара? Аймайық? На жерді баспауың керек сен. Мақыл ма? Я? Давайте, жүра ғой, ал, үстін бас. Жоқ, тиме сен, қолына ұстама. Айва, уже жерде тұр ғой бұл, Аймара. Давайте, мін үстіне, мін. Өсті үйретіп аламыз. Жерді баспаса, Аймайық, сенге дым дұрыс болып атқан жоқ қой. Еще няқа кеп кеткен ғой. Давай, бас анан үстін. Бас. Достар, сендердің үйлерінде осындай кішкентай қарындастарың, сіңілдерің, әпкелерің жаңағыдай көмектесе ма сіңілдеріне? Біздің Аймараға қазір Айшат көмектесіп жатыр, бірақ Аймара өтірік істеп жатыр енді ше. Айшаттікі ғана дұрыс болды, Айшат өзінің ақшасын алды. Енді қазір Аймара алмайсың десек, ол жылайды, өйткені ол кішкентай. Қазір Аймара ғана қалған ақшаны бере саламыз енді. Көрдіңдер ма, достар, өтірік істеп жатыр, өстіп үйренеді. Сендердің үйлеріңде достар, қарындастарың, сіңілдерің болса, осылай көмектесесіңдер ма, өстіп ойнатасыңдар ма сендерде? Бізге айтып кетіңдер. Давайте, бас. Жерді баспаса, Аймая. Вай-ба. Аттап келді ғой. Ура! Аймара ұтты дей салайықшы. Ура! Аймара ұтты. Қалағанды ала ғой. Вау, екеу де енді. Айшат енді точно жеңді. Кән көрсетші ақшаңды. Кәні. Айшат, кән қанша теңге? Айшат өзінің кән алды. И Аймара қалғанын алды Айшат әпшесінен. Ал, енді не істейсіңдер сендер бұған? Не возьми так. Яласын. Қуршақ. Қуршағын көп, оны ұстақ ала бересің ба? Жоқ, көкіма-көте қуршақ алам. Сосын көкіма-көте шарик алам. Ой, сосын короми. Бәріне ойыншық алайын деп тұрсың ба? Короми сумка. Мақұл бопты. Ал, Аймара сен не аласың? Сен қыдырасың, я? Я, қыдырасың ба сен, Аймара? Сосын мен болса бас сенде бар. Бопты, мақұл. Достар, короче, Айшат пен Аймара өзінің қалаған ақшаларын алып алды. Міне. Мама,
Ha bizga zadaniya berishdi. Endi bugungi қазір осы заданияны берейін. Ма, сенікі. Сосын келесі видеода достар қандай задание берсем болады екен. Ала ғой, жылама. Ал достар, енді қазір біз пол и лава деген ойынды ойнадық. Оның шартын тек Айшат қана түсінді. Ал Аймарат түсінген жоқ. Сосын енді қалған ақшасын бере салдық. Главное құламаса болды деп. И то оның өзінде аттап-пұттап өтіп кетті. Енді келесі заданияны келесі видеода орындаймыз. Достар, қандай задание берсек болады екен? Достар, енді бүгінге осы пол и лаваны түсірді. Келесіде басқа видео түсіретін боламыз. Достар, біздің парақшамызға тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Айшат, достарыңа, Аймара, достарыңа пока-пока де. Всем пока! Пока, достар.